Шерхан Мұртаза «Мылтықсыз майдан» кітабы. Шығармада соғыс жылдарындағы ауыл өмірі суреттеледі. Ер азаматтардың бәрі майданға аттанып, ауылда әйелдер, қарттар мен балалар ғана қалады. Шерағаның балалық шағы ауыр жағдайда өтеді. Жоқшылық, жетімдік, соғыс хабарлары. Анасы күндіз-түні еңбек етіп отбасы үшін жанын салады. Ауыл адамдарының бір-біріне деген қамқорлығы мен қиындыққа мойымайтын шыдамдылығы көрсетіледі. Алғашқы тарауларда соғыс салған қиындықтарға терең беріледі. Ауылдың бар ауыр жұмысы әйелдер мен балалардың мойнында қалады. Жазушы өз-өзімен көрген аштық, ауыр еңбек, қорқынышты хабарлар туралы айтады. Сондай-ақ адамдардың бір-біріне демеу болып, үміттен айырылмауға тырысқаны сезіледі. Балалардың ерте ересек болып кетуі шығарманың негізгі тақырыптарының бірі. Шерханның балалық шағы соғыс жылдарына тұспа-тұс келіп, тұрмысы өте қатты ауырлайды. Әкесі соғыс майданына кетіп, анасы балаларын асырау үшін жұмыс жасап, колхозда жұмыс жасайды. Үлкендер бірін-біріне қолдау көрсетіп, балалар үлкендерге көмектесіп, бір-біріне қолдау көрсетеді. Ауылда киім жұтаң болады, азық-түлік тапшы болады. Жазушы осы кезеңді терең сезіммен баяндайды. Бірінші 5-ші тарауда ел ішіндегі ауыр соғыс жағдайы халықтың төзімі мен рухы көрінеді. Анасының мықтылығы, еңбекқорлығы Шерханға үлкен тәрбие болады. Ауылда әр отбасы майданға кеткен жақындарын күтіп, үнемі үмітпен өмір сүреді. Балалар да егін егіп, шөп шабады, еңбекке араласады. Шығармада мылтықсыз майдан тылдағы халықтың күресі екенін жазушы айқын көрсетеді.